осы жерде айтқым келген нәрсе, мен мысалы ислам тарихындағы бірнеше ғалымдарды қатты жақсы көремін, ерекше. Сол бір ғалымдардың бірі имам ибн абидин. Мен ерекше қатты жақсы көремін, және біз қазір Нұр-Мүбаракта сол кісінің жаңа оқу-дүрес муфти деген кітабын дәріс жүргізіп жатырмыз. Енді ана кісінің жазғаны, енді стилистикасы, пайдасы, ғылыми несі қатты ұнайды. Сол имам ибн абидин жалпы оның хашиясында қазір ханафи мазхабының ең мұқтамат еңбектердің бірі ғой, арқа сүйер еңбек. Сол кісі атасы ғалым болған. Ол кісінің несі абидин атауы атасының атынан негізі. Өзінің аты Мұхаммед Амин. Әкесінің аты Абдул-Азиз. Ал әкесі осы саудагер болған. Және әкесі саудагер болған, және баласын саудаға үйреткен. Мысалы, молда баласын дінге үйрететін болса, ана кісі тұрады да несін баласын сауда үйретеді. Балам, сауда былай істеді. Ол да өнер ғой негізінде. Өте үлкен өнер. Енді сөйтіп баласын үйреткеннен кейін уақыт өте келе, Ибн Абидин Құран оқып жатқан кезде бір ғалым кісі өтіп бара жатады, Құран тыңдайды. Сен Құран оқып жатсың, бірақ Құран қате ғой дейді. Сен ана кісіге Құранды түзесейші деп жібереді. Сөйтіп Ибн Абидин барып Құранға түзейді. Кейіннен Алла тағала жүрегіне ілімге де махаббат береді, ары қарай ғылым саласында дамиды. Және сол кісінің имам ибн Абидин өмірін айтып жүрген өмірін жазған кісі былай айтады да, сол имам ибн Абидиннің сауда үйренуі оған болашақта екі пайда берді дейді. Бірінші пайдасы, ол кісі сауданың, базардың ахуалын жақсы білген. Жақсы білген. Мысалы, қазір бізде биткоинше білмейміз ғой негізінде, жақсырақ білеміз. Мен өзімді айтамын да. Және біреу сұрақ беретін болса, жауап беру қиын. Ауадағы ақша қалай, ол жаңа цифровой ақша қалай ақша болады деген сияқты. Ал ол кісі соны білген. Және өз кезінде фихтың, ханафи фихтың бірнеше қадам алға жылжуына себепкер болған. Өйткені ол кісі тек қана шариғаттың үкімін білмейді, сонымен қатар базардың ахуалын жақсы білген. Сауда саттықты. Сол оған пайда берген. Екінші үлкен берген пайдасы, ол кісі дүниеден қиыншылық көрмеген. Я саудагердің сөзсіз табысы басқарғанда мол болады. Енді тарих бойынша сондай ғой негізінде. Және имам ибн Абидин рахимахуллахның кітап қоры өте көп болған. Ұстаздар айтады, ол кісінің кітап қорына қатысты екі пікір бар. Бір пікір бойынша ол кісінің столынан ұзын болған дейді осылай. Бір мәселе қараған кезде, мысалы, зекетке қатысты мәселе өткен болса, 30 кітапты ашып қойып, зекетке қатысты мәселені қарап, сосын өзінің хашиясын жазған. Егер шынымен хашияды ашып оқысаңыздар, кейбір мәселе 30 кітаптан ол кісі нақыл етеді. 30 кітаптан осылай әкеледі. Бейне бір оның бәрін білемін дегендей ғой енді. Оқыған, мен айтқан сөзім бос сөз емес, кәдімгі зерттеп қараған нәрсе. Тағы бір дерек бойынша ол кісінің несі, столы дөңгелек болған дейді. Андай білесіздер ме, бір кейбір әсіресе Қытайдың ресторандар болады ғой, андай сат тұратын столдар болады да, айландырып жібереді да, сөйтіп. Соны оқиды да, бұл айландырады, мынаны оқиды, бұл айландырады. Сөйтіп кітап қоры көп болған, және кітап қорының көп болып, ол кісінің ғылымда озат болуына себепкер болған. Айтым деген зат жаңағы дүниелі бір отырық қой. Сол кісінің жаңағы діни мәселе көп жауап беруіне, ұтымды жауап беруіне өзінің сол саудада алған тәжірибесі пайда берген. Сол сияқты пайғамбарымыз хадис бар ғой. Хияркум жахилия, хияркум ислам деген. Яғни сендердің исламға дейін жақсы болғандарың, исламда да жақсы болғандар. Сол сияқты әрқайсымыздың бір исламға дейін оқыған бір неміз бар. Ілім саласы бар. Мысалы, мен Нұр-Мүбаракқа түсіп кетіп оқыған салам авиацияда оқығанмын. Сояқ бітіргенмін, сояқ түлегім негізінде ше. Және ол саладан көп пайда берді айта алмаймын, бірақ айтса дағы сол сияқты әркім әр салада оқыған ғой негізінде. Сол адам мысалы өзінің оқыған ілім болса, іліммен кейін дінге келгеннен кейін сол жайлы діннің үкімін біледі, және ар жақтағы халды біледі, соны ұштастыруға болады деп ойлаймын. Және ондай нәрсе әрқашанда бір үлкен пайда әкеледі. Өйткені пайғамбарымыз адамдар айтты, сөйтіп мақтады ғой, адамдар алтын күміс сияқты. Алтын күміс ол қай кезде жақсы ғой, тура сол сияқты кейбіреулеріміздің бойымызда қабілет исламға намаз оқымай тұрып та мықты қабілеттеріміз бар ғой. Өкінішке орай кейбір барлар дінге келгеннен сол қабілеттен жоғалып жатады да. Негізінде сен ол қабілеттен дінге келгенде тем более дамыту керексің ғой негізінде. Аллахтың разылығын көздеп жатсың. Сол себепті менің ойымша бөлмей, бәлки қандай да ілім алсақ, Алла субхана тағала болашақта несін береді, пайдасын береді.